Шерзат жерленген зиратқа барып өзіне қол салған. Талғарлық жасөспірімнің ағасы Нұрғанат Ғайыпбаевтың өліміне қатысты қылмыстық іс қозғалды. 30 жастағы жігіттің мәйіті өткен түні Талғардың шетіндегі зират аумағынан табылған. Ол кешкі астан соң үйінен шығып кетіп қайта оралмады. Алдымен жақындарынан кешірім сұрап, әлеуметтік желіде жазба қалдырған. Осылайша өмірімен қош айтысты. Туыстары оны жан-жақтан іздеуге кіріседі, сөйтіп мола жақтан көлігін байқаған. Марқұм соңғы хатында өзін інісінің қасына жерлеуді өтінген екен. Нұрғанат соңғы уақытта ет сататын кәсібіне қайта кірісіп, бауырының қазасын тергеуге де қатысып жүріпті. Еске салайық, қазанның басында Талғардағы азық-түлік дүкендерінің бірінде жанжал шығып, арты төбелеске ұласқан еді. Бұл оқиғадан 16 жастағы Шерзат Болат көз жұмды. Полиция 11 адамды қамаған. Артынша оның ата-анасының үйі өртеніп кетті. Қазір бұл отбасын әлі де полиция күзетеді. Алдын ала мәліметтерге сәйкес, ол асылу арқылы өз-өзіне қол жұмсаған. Марқұм туыстарының біріне өзіне-өзі қол жұмсау туралы мессенджерде жіберген жазбасы анықталды. Бұл факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта барлық жағдайларды анықтау үшін тергеу амалдары жүргізілуде.